Сонда әр қайсымыздың көтере алатын сынақтарымыз бар. Сен оны көтере аласың. Ол бізге қайыр негізінде. Сол арқылы күнәң кешіріледі, дәрежең өседі, мол сауап аласың. 3 процесс қатар жүріп отырады. Қараңыздар. Бірақ бұл жерде бір өте қиын мәселе бар. Біреудің басындағы сынақны мынаяқта қазір шай ішіп отырып, өсек қылып айтып отырсаңыздар, ғалымдар айтады, егер қаласа, Алла Тағала соның сынағының дәмін саған таттырады деген. Бірақ саған ауыр болады деген ол сынақ. Өйткені сен көтере алатын сынақ ол емес қой. Сен көтере алатын онсыз өзіңнің сынағың бар. Енді ана біреудің басындағы проблемасын сен мынаяқта өсектеп айтып отырсаң, қазір әңгіме қылып, үстінен күліп отырсаң, қаласа Алла соның дәмін таттырады саған деген да. Дәмін татып көр, қалай екен көрсейсің де деп. Сол керек па саған дейді. Көрдіңіз ба? Ол керек.